Biz Allah'a bo'lgan senimimiz, Allah'a bo'lgan tavakkalimiz mıқты болу керек. Адамға жоқ. Allah'ın razılığında өте үлкен мән бар да. Егер бір істі Allah'ın разылығы үшін қылсаң ше, сені жер бетіндегі барлық адамдар жақсы көреді. Ал Алла да жақсы көреді, пендесі жақсы көреді. Егер бір істі адамдарға жағыну үшін қатымырсаң, сені Аллах та жақсы көрмейді, халық та сені жақсы көрмейді. Неге? Мінеде Алланың разылығы жоқ қой. Мақтаныш үшін бар, өзін таныту үшін бар. Аллах үшін болған істерімізге әлхамдулилля сүйіншіміз Аллах болады. Құран-ы Каримде Аллах субханала ва тағала рахмет қылып айтады: сендерді Алла сүйіп тұрса, сендерге кім үстіндік қылады? Сендерді Аллах тастап қойса, сендерге кім сүйеніш болады дейді. Ал енді бізді Алла сүйіп тұру үшін біз не қылуымыз керек? Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям бастарыңа қайғам келмей тұрып, Алланы көп естеңіздер. Бастарыңызға қайғам келгенде ол сіздерге жәрдемші болады. Біліп қойыңыздар, бастарыңызға қайғам келгенде Алланы естеу, онда кеш болады дейді. Соның үшін біз көбірек басымызға қайғы келгенде о Құдай дейміз да, ол кезде кеш болады. Ал Аллах бізге сүйеніш болу үшін басымызға қайғы келместен пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям не еді? Азанда тұрып, кімде-кім ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах лахул мүлк ва лахул хамд ва хуа аля кулли шайин қадир десе, оған жүз жақсылық, оған жүз жамандық кетеді, жүз жақсылық керек. Және кешке шейін шайтан ләғиннің азғырудан аманда болады деді. Қараң, арзымайды mesela. Бірақ біз оны қылмаймыз ғой. Пайғамбар айтады, жатар уақытта истиғфар айтып жатырмын, 70 реттен мен ең кемінде 70 рет истиғфар айтамын деді. Истиғфардың берекеті не? Құран-ы Каримде истиғфар қылушылардың Алла субханаху ва тағала рызқың кең, денің сау, ұрпағын көп қояды. Біздің ұрпағымыз көп, деніміз сау, рызқымыз кең болу үшін не қылуымыз керек екен? Жатар уақытымызда Раббімізден тақыраты алып, екі бас намаз оқып, Раббім біліп білмей қылған күнәмді кешір. Раббім біліп білмей қылған күнәмді кешір. Раббім біліп білмей қылған күнәмді кешір. Болмасам арабша Раббана ғфир лана зунубана ва исрафана фи амрина ва саббит aqdamana вансурна алал қаумил кафирин. Бұл енді Алла тағалаға қылынған дуа қандай болады? Ұйқысырап деу емес қой. Бір әшейін ауылдың әкімнің алдына барсаң, өмір қайт сөйлесесің, енді ауылдың әкіміне барсаң, қайт сөйлесесің, егер облыстың әкіміне барсаң, қайт сөйлесесің, елбасының алдына барсаң, қайт сөйлесесің. Сен истиғфарды кім қайтып атсың? Әлемдердің Раббісі Алла қайтып атсын. Соның үшін тақыратты алып, жақсы киімдерді киіп, ауылдағы месуақтарды тартып, ательерді сеуіп, жайнамазға отырып, болмасам таза жерге отырып, Раббана ғфир лана зунубана ва исрафана фи амрина ва саббит aqdamana вансурна алал қаумил кафирин. Раббана ғфир лана зунубана ва исрафана фи амрина ва саббит aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.